Сәлем балалар, қалдарың қалай? Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сендерге шал мен дәу атты ертегі айтып беретін боламыз. Ағатай, бастаймыз ба? Ендеше мұқият тыңдаңдар. Ертеден де ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Қалдарың қалай? Олардың балалары болмапты. Шал аңшылықпен күнелтіп жүріпті. Бір күні шалдың құрып қойған тұзағына бір қарға келіп түсіп қалыпты. Қарға деймісің? Қарға. Сосын, әрмен қарай не болды? Сосын, бұл да бір нәрсеге жарап қалар деп, өзімен бірге үйіне алып кетеді. Үйіне алып келсе, қарғаның аузы байланып тұр екен. Неге олай болып тұр? Оған шалдың өзі де аң-таң болады. Бір кезде қарғаның аузындағы жіпті шеше бергенде, қарға қарқ етіп ұшып кетеді. Ой, ұшып кетті ме? Ал қарғаның аузынан бу шығып, сол заматта бу үлкен дәуге айналады. Дәу шығып, «Ей шал, сен мені құтқардың, мен сенің балаң болайын, сен менің әкем бол» дейді. Ол қалай? Үлкен дәу деймісің, оның түрі қандай? Дәудің түрі міне осындай. Анау жалбыраған шашы бар, көрдің ғой? Мәссаған, көрдім. Сосын, әрмен қарай не болды? Содан дәу шалдың үйінде тұра бастайды. Дәу берген уәдесінде тұрып, түрлі алтын, үйір жылқымен келіп, өзінің үйін асырап отырады. Шал біраз уақыт өткеннен кейін, бұл бала бұнша байлықты, көптеген жылқыларды қайдан алып жүр деп ойланады. Сол кезде ауылға бір диуана келеді. Шынымен, дәу қайдан алып жүр байлықтың барлығын? Сосын, аға мен түсінбедім. Диуана деген кім? Олар не істейді? Диуана деп бұрында көріпкелдерді атаған. Сондай бір көріпкел диуанаға шал барып, менің балам осындай көптеген байлық тасиды. Бірақ оны қайдан әкеліп жатқанын біле алмадым дейді. Көріпкел ұзақ ойланып, сіздің балаңыз бір ауылға шапқыншылық жасап жүр. Балаңызға айтыңыз, олай жасауға болмайды, деп шалды шығарып салады. Дұрыс айтады, біреудің затына рұқсатсыз олай алуға болмайды ғой. Дұрыс айтасың. Осы кезде шал баласымен сөйлесіп отырып, балам, сен шынымен қарғаның ішінен шықтың ба? дейді. Әрине өке, деп жауап береді. Ендеше кереметіңді көрейін, ана қарғаның ішіне қайтадан кіріп кетші дейді. Сонда дәу алаңға сарланып барып, қарғаның аузына кіріп кетеді. Алақай, дұрыс. Дәу болса жаман бала екен ғой, е? Әрине. Осыдан кейін шал мен кемпір өздерінің бұрынғы алаңсыз күндерін кешіп өмір сүріпті. Ал балақайлар, дәу сияқты бұзық боламыз ба? Жоқ, болмаймыз. Біз ақылды, білімді, кітапты көп оқитын боламыз. Солай емес пе? Дәу сияқты ештеңені ұрламаймыз. Келістік қой, ә? Келістік аға. Енді мен де көптеп жұмыс жасап, кітап оқимын. Сендер де еңбек етіңдер. Дұрыс айтасың. Еңбек түбі бәрін жеңбек. Балақайлар, сендер де ата-аналарыңа көмектесіңдер, жарай ма? Ендеше келесі жолы жолыққанша сау, саламатта болыңдар. Достар, ертегі сендерге ұнаған болар. Маған да ұнады. Ендеше лайк басыңдар, жарай ма? Мен де кеттім. Аға, тоқтай тұр, мені күт. Сау болыңдар, достар.